Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Химия сабағын жалғастырамыз. Бүгін бізде өткен жолғы оксидтер, негіздер және соның жалғасы келесі сабағы қышқылдар тақырыбы, қышқылдардың алынуы, жіктелуі және олардың қасиеттері туралы өтетін боламыз. Жалпы ең басында бізде күрделі заттардың жіктелу кезінде қышқылдың не екенін айтып өткен болатынбыз. Қышқылдар деген ол сутегінен және де қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар, мысалы HNO3 немесе H2SO4, H3, PO4 немесе мынау сияқты қышқылдар, H-хлор, H-бром. Яғни не болады? Міндетті түрде сутегі және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттарды біз қышқылдар деп айтамыз. Енді осы қышқылдар жіктеледі. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, ең бірінші сутегі санына қарай бір негізді, екі негізді және көп негізді деп. Яғни сутегі біреу болса бір негізді, екі болса екі негізді, ары қарай бізде көп негізді деп бөлінеді. Бұл сутек санына қарай. Және де құрамында оттектің болу болмауына байланысты да жіктеуге болады. Оттекті және оттексіз деп. Оттекті және оттексіз. Мынау сияқты қышқылдар бізде оттексіз қышқылдар. Бұларды айтқан кезде жай ғана хлор сутек қышқылы, яғни бром сутек қышқылы, элемент қасында сутек қышқылын қосып айта салатынбыз. Хлор сутек қышқылы, бром сутек қышқылы немесе фтор сутек қышқылы деген сияқты. Бұл бізде оттексіз қышқылдар. Келесі түрі ол оттекті қышқылдар. Мыналарды айтуға болады. Бұларды айтқан кезде не істейтінбіз? Негізгі элементті айтамыз, азот қышқылы. Яғни қышқылды құраушы элемент, мына жерде бізде күкірт қышқылы, фосфор қышқылы. Мынау сияқтылар болатын болса, мысалы бізде HNO2 немесе H2SO3 деген бар. Яғни оттегісі біреу кем болған кезде біз Т деген жалғауды қосып айтатынбыз. Мынау азот қышқылы болса, HNO2 азотты қышқыл. H2SO4 күкірт қышқыл болса, H2SO3 күкіртті қышқыл болады. Бұл жіктелуі. Қасиеттеріне келсек, физикалық қасиеттерінде бізде көбінесе қышқылдар сұйық болып келеді. Тұз қышқылы болсын, күкірт қышқылы болсын, көпшілігі сұйық болып келеді бізде. Қатты қышқылдардың ішінде қатты күйде кездесетін қышқылдар фосфор қышқылы және бор қышқылы. Сосын мына екі қышқыл бізде H2SO3, яғни күкіртті қышқылы мен H2CO3, көмір қышқылы. Көмір қышқыл газы ол CO2, ал H2SO3 деген бізде көмір қышқылы деп аталады. Екеуі тұрақсыз зат, екеуі де түзілген сәтте қайта ыдырап кетеді SO2 мен суға. Мынау да сәйкесінше CO2 мен суға айналып кетеді. Сондықтан бұл екеуі де тұрақсыз қышқылдар. Сосын көбінесе мынаны шатастырып жатасыздар, H-хлор, ол бізде тұз емес, бұның атауы, негізгі ереже бойынша атауы хлор сутек қышқылы. Хлор сутек қышқылы. Бірақ біз көп қолданатын атауы бұның тұз қышқылы. Тұз қышқылы. Атауында тұз деген сөз бар, бірақ бұл тұзға жатпайды, бұл қышқылға жатады. Егер көпшілік жағдайда бізде хлор сутек деген ол газ күйінде кездескенде, ал тұз қышқылы деп біз ерітіндісінде айтамыз. Сосын ішіндегі бір жалғыз қышқыл бар, суда ерімейтін қышқыл, H2 силициум O3, яғни кремний қышқылы, суда ерімейтін іркілдек зат. Қалғандардың көпшілігі сұйық күйінде болады. Қышқылдардың алынуы. Бізде мынау сияқты бағанағы оттексіз қышқылдар бар, мысалы H-фтор или болмаса H-хлор деген сияқты. Бұларды тікелей сутекпен әрекеттестіріп алуға болады, мысалы H2 қосылған фтор 2, яғни сутекке фтор қосып H-фторды алуға болады. Немесе хлорға сутекті қосып H-хлор алуға болады. Бұл оттексіз қышқылдардың алыну жолдары. Ал оттекті қышқылдар, мысалы маған H2SO4-ті немесе HNO3-ті алу керек болса, ол кезде мен сәйкес оксидтеріне су қосамын. Оксидтерді жіктеуді өткен болатын, бізде оксидтерді тұз түзетін және тұз түзбейтін деп бөлгем. Сол жерде тұз түзетіндердің өзі негіздік, екіұдайлы және қышқылдық оксид болып бөлінген. Қышқылдық оксидтерге бізде кімдер жататын еді? Қышқылдық оксидтерге 4 валенттіден 8 валенттіге дейінгі металл оксидтері плюс барлық бейметалл оксидтері жататын, тұз түзбейтіннен басқа. Яғни соған сәйкес бізде
мынау оксидтерге сәйкес қышқылдар түзіледі. Мысалы, H2SO4-ті мен күкірт 6 оксидіне су қосу арқылы аламын, SO3-ке су қосу арқылы. Немесе HNO3-ті мен N2O5-ке су қосу арқылы аламын. Сәйкес қышқылдық оксидтен сәйкесінше қышқылдар түзіледі. Так, мына жерде реакция тең, теңестіремін, 2. Бұл бізде қышқылдардың алу жолы. Үшінші жол дегенде бізде мынау сияқты қышқылдар бар ғой, H2S немесе H2 кремний OH, яғни кейбір тұнба қышқылдар, кремний қышқылы сияқты, немесе кейбір газ қышқылдарды H2S күкірт сутек газы деп аталады. Осындай қышқылдарды біз алмасу реакциясы арқылы аламыз. Мысалы, маған H2 силициум OH-ті алу керек, кремний қышқылын алу керек. Кремний қышқылын алу үшін мына қышқыл қалдығы бар бір затты, тұзды, мысалы, натрийдің силикатына мен кез келген бір қышқылды қосу арқылы аламын. Мысалы үшін HNO3. Натрий нитраты шығады және кремний қышқылы тұнбаға түседі. Кремний қышқылы бізде жалғыз тұнба қышқыл деген болатынбыз. Тура осылай H2S'ті де алуға болады. Кез келген бір оның тұзына, мысалы, натрий жазсақ, оның тұзына кез келген қышқылды қосу арқылы аламын. Шығады менде натрий хлориді және күкірт сутек газы H2S алынады. Бұл қышқылдардың алыну жолы. Келесі қышқылдардың қасиеттері. Қышқылдардың қасиеттері ең бірінші қасиеті қышқылдар белсенді металдармен әрекеттесіп өзіндегі сутегін бөліп шығарылады. Мысалы үшін металдардың белсенділік қатарында бізде сутекке дейінгі элементтер бар ғой. Мысалы, кез келген элемент өзінен кейінгі ығыстырып шығарылатын, өзінен кейінгі тұрған элементті ығыстырып шығарылатын. Мына жерде бізде темір сутегінен бұрын тұр, сондықтан сутегін ығыстырып темір хлориді және сутегі газын бөліп шығарылады. Немесе мына жерде басқа элемент қойсақ та болады. Ал егер былай тұрса, мысалы үшін мыс қосылған тұз қышқылы. Мыс бізде белсенділік қатарында сутегіден кейін орналасқан, сондықтан ол сутегінің орнын баса алмайды. Сол үшін мынау реакция бізде жүрмейді. Кез келген қышқыл, H хлор, H3PO4 болсын, фосфор қышқылы болсын, қандай қышқыл болса да белсенділік қатарына қараймыз. Егер сутегіден бұрын орналасқан болса, онда ол ығыстырып шығара алады. Сосын мына жерде темір H хлормен әрекеттескен кезде темірдің 2 валентті хлорид шығады. Ал темірдің 3 валентті хлоридін біз темірді тікелей хлормен әрекеттестіру арқылы ғана аламыз. Мына жерде көпшілігі шатаса, темір хлор 3 деп болады. Бұл жерде шығатын нәрсе темірдің 2 валентті хлориді. Екінші қасиеті яғни белсенді металл плюс қышқыл. Екінші қасиеті қышқылдар негіздермен әрекеттеседі және негіздік оксидтермен де әрекеттесе алады. Шығады тұз бен су. Мысалы үшін H2SO4 қосылған бір негіздік оксид жазайық. Мысалы, кальций оксиді. Шығады кальцийдің сульфаты плюс су. Егер дәл осы жерде менде кальций оксиді емес, кальций гидроксиді болса да, тура осы заттар шығады, тұз бен су шығады. H2SO4-ге кальций гидроксидін қоссам да, кальций сульфаты және су шығады. Яғни негізбен әрекеттесе де, негіздік оксидпен әрекеттесе де, ол қышқылдар тұз бен су түзеді. Үшінші жол бізде. Келесі төртінші қасиеті қышқылдар тұздармен әрекеттеседі. Бағанағы реакция бізде қышқылдардың негізбен әрекеттесу, ол бейтараптану реакциясы. Қышқылдар кез келген еритін негізбен де, ерімейтін негізбен де реакцияға түсе береді. Ал енді тұздармен реакцияға түскен кезде олар реакциядан кейін кемінде бір тұнба немесе газ шығу керек. Осы жағдай орын алған кезде ғана реакция жүреді. Мысалы, мен H2SO4-ке бір тұз калий хлоридін жаза салсам, немесе калий нитратын жаза салсам,
онда мынау реакция жүрмейді. Себебі мына жақта былай қарасақ H3 және калий 2SO4 шығатын сияқты, бірақ бізде азот қышқылда, калий сульфатта не тұнба, не газ емес, сол үшін мынау реакция бізде жүрмейді, иә? Реакция өнімдерін жазбаймыз. Егер осы жерде біз алмастырып көрейік, мысалы H2SO4-ке қосайық біз барийдің нитратын. Барий сульфаты және HNO3 азот қышқылы шығады. Так, 2. Мына жерде бізде барий сульфаты ақ түсті тұнба, яғни мынау шарт орындалып тұр. Тұнба бар бізде, сондықтан реакция жүреді. Дәл осының орнында басқа элемент жазуға болады. Бізде бағана қышқылдардың алыну жолында болған, мысал үшін мен мынандай реакция жазған болатын, натрийдің силикатына тұз қышқылын қосып едім. Шығады натрий хлориді және H2 силициум O3, яғни кремний қышқылы тұнбаға түскен болатын. Қышқылдардың алыну жолында болған нәрсе, яғни ол бізде осы заңдылықпен орындалып тұр. Қышқыл мен тұз әрекеттескен кезде реакциядан кейін не тұнба, не газ шығу керек. Сол кезде ғана бізде ол реакция жүреді.